Сәлем достар, сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабағымыз сауат ашу. Сабақтың тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын миға арналған дамытушы жаттығуларды жасайық. Ол үшін сендерге қажет екі қалам немесе қарандаш, екі қолға және ақ қағаз. Кез келген қағаз болады. Осы ақ қағазымызды дәл ортасынан бөліп, мына екі қарандашты екі қолымызға ұстап, және осы параққа әртүрлі суреттер саламыз. Жақсы балалар, міне біз қазір қағазды екіге бөлеміз. Екіге бөліп, қолымызға екі түрлі қаламды алып, жаттығуларды орындаймыз. Міне таяқшалар салудан бастасақ болады. Міне бұлай таяқша саламыз. 5 таяқша, 2 шеңбер, 2 үшбұрыш, 2 үшбұрыш және 4 бұрыш. 4 бұрышты салуға болады. Тамаша, осылайша жаттығуымызды жалғастырамыз. Тамаша балалар, миға арналған жаттығуды өте керемет орындады деп сенемін. Ал ендеше балалар, өткен сабаққа шолу жасайық. Тасымал дегеніміз не? Я, балалар, дұрыс айтасыңдар. Жазу жолында сыймаған сөздер буынға бөлініп тасымалданады. Сөздердің тасымалданбаған бөлігінен соң сызықша немесе дефис қойылады. Тамаша, және де бір буынды сөздер тасымалданбайды. Тағы да айтарым, бір әріпті біз оң жаққа немесе сол жаққа тастап тасымалдай алмаймыз. Осы ережені есімізде сақтайық. Тамаша балалар, енші оқулықтарынан 34-ші бетті ашатын болсаңдар, Наурыз көже деген мәтінді көресіңдер. Наурыз көже мәтіні. Ал балалар, мәтінді оқымас бұрын айтайықшы, біздің қазақ халқымызда қандай ұлттық тағамдарды білесіңдер? Қазақ өте қонақжай халық. Қонақтың алдына барлық тәтті тағамды қойған. Бұл дәстүр ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған, әрі қастерлей білген. Ас адамның арқауы, ас атасынан деп халық тегін айтпаған. Асқа байланысты салт дәстүрлер, қонағасы, табақ тарту, сақыт, асар, тағы басқалары бар. Ырым бойынша дастарханға қойылғанда мен ауыз тимей кетуге болмайды. Қазақ дастарханына ұннан, сүттен, еттен жасалған тағамдар қояды. Қазақтың ұлттық тағамдарының ішінде еттің орны ерекше. Ет дәмділігімен және өзінің құрамындағы адам организміне пайдалы белоктың заттарымен құнды. Үлкен тойларда, тағы да басқа жиындарда да мал сойылып, меймандарға табақ таратылады. Ұлт тағамдарының негізгі болып табылатын сүттің де орны ерекше. Сүт тағамдарының халық бір сөзбен ақ деп атайды. Сүттен қымыз, шұбат, қатық, малта, май, ірімшік, құрт, қаймақ, айран сияқты тағамдар жасаған. Сүт тағамдарының қасиеті мол, әрі денсаулыққа пайдалы. Ұннан жасалатын тағамдар бауырсақ, шелпек, құймақ, күлше, табанан. Дәнді шашпа, нанды баспа деп халқымыз нанды аса құрметтеген. Бұл тағамдардың бәрін ысырап етпей пайдалана білген. Ендеше бүгінгі біз сауат ашу сабағына сол еттен жасалған ерекше Наурыз мерекесінде жасалатын тағамдардың бірі ол Наурыз көже мәтінінен танысатын боламыз. Нұрқасым Қазыбеков. Мәтінді мұқият тыңдайық. Және сендер саусақтарының көмегімен мәтінді менімен бірге оқиық. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан наурыз көже жасайды.
Наурыз көже әр түрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, сүт, ет, тұз, сүт сияқты 7 дәм салынады. Наурыз көжеге арнап ет қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қосады. Нұрқасым Қазыбековтың мәтіні. Тамаша балалар, саусақтармен бірге менен мәтінді оқыдыңдар деп ойлаймын. Ал ендеше мына келесі сұрақтарға жауап берейік. Наурыз қандай мереке? Наурыз көже қалай жасалады? Наурыз көже саған ұнай ма? Сен рецепт жаза аласың ба? Дұрыс айтасыңдар балалар, өз ойыңызбен бөлістік. Ал олай болса, балалар, осы рецепт дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Рецепт дегеніміз қандайды бір тағамды жасау үшін қажетті заттар мен оның жасалу жолдарының көрсетілуі рецепт деп аталады екен. Тамаша. Наурыз көжеге арналған рецепті әзірлейік. Ол үшін суреттегі экрандағы суреттерден наурыз көжеге керек заттарды табайық. Керемет балалар, жарайсыңдар. Сендер наурыз көжеге арналған рецепті өте тамаша орындап шықтыңдар. Тамаша. Ал енді келесі жазу жолындағы 13-ші қоңыраудың суретін ашып, екінші жаттығуды көркем әдемі жазамыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мерекесі молшылықты білдіреді. Жаттығу 4-ші жаттығу. Өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Ол үшін өлеңді бірге мұқият оқиық. Наурыз келді, тойлаймыз, шаттанамыз, ойлаймыз. Дастархан үсті сәнді екен, наурыз көже дәмді екен деп бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сендермен бірге қазақтың ұлттық тағамы наурыз көже туралы және наурыз көженің рецебін даярлау туралы әңгімеледік. Және де сөздерді буынға бөліп тасымалдану жолдарын тағы да игердік. Келесі кездескенше сау болыңдар.